Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жаңа жылдық дастархан сәнін келтіріп тұратын елочка түріндегі торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк баса отырыңыздар. Ол үшін бір ыдысқа майды, қантты және балды салып, паровой баняға қоятын боламыз. Паровой баняға осылай судың үстіне ыдысты қоясыздар, яғни ыдыс отқа тиіп тұрмауы керек. Осылай ериді, толық майымыз және қант ішінде еріген уақытта үстінен соданы саласыздар. Сода осылай араластырып тұрғанда көпіретін болады. Бірінші осындай ақ түсті болады. Одан кейін дәл осылай сарғайып, әдемі золотистый түске енген уақытта өшіресіздер. 1-2 минут қана салқындатып, басқа ыдысқа құямыз және үстінен бір жұмыртқаны жарып жіберіп, тез араластырамыз. Оның үстінен ұнымыздың барлығын салып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды артық қосып жібермеңіздер, себебі қамыр піскен қождарыңыз қатты болып қалады. Осы ұн жеткілікті болады, қолға жабысқа қамыр иленеді. Және оны пакетке салып 15-20 минутқа холодильникке қоямыз. Және осылай бөліктерге бөліп алып, мен елочка күйінде жасайтын болғандықтан осылай форманы дайындап алдым. Осылай жайып, үстінен қойып, оны кесіп аламыз. Дәл осы 3 слойға менде осы жеткілікті қамыр болды. Креміне мен осы творожный сыр, сливки және қант қолданамын. Олар салқын күйде болу керек. Творожный сыр мен қантты бірінші араластырып аламыз миксермен. Ол екеуі біріккеннен кейін үстінен сливкиді құятын боламыз. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар және қолдау ретінде сіздерден лайк күтемін. Баршаңызға рахмет. Міне, осылай сливкиді құйып, тағы да араластырамыз. Осындай қою әдемі крем шығады. Біздің қождарымыз кремді жағар алдын толық суып тұру қажет. Кремімізді кондитерский мешокқа саламыз, және мен насадкасын, выпипайдың насадкасын қолдандым. Егер сіздерде ол насадка жоқ болса, тек мешоктың басын түзулеп кесіп қолдана берсеңіздер болады. Осылай әр қождың ортасын жақсылап креммен жағып шығамыз, және шоколад құйып жіберсеңіздер болады, немесе фрукты салып жіберсеңіздер болады ортасына. Міне мен осындай оформление қолдандым. Бұл оформленияның видеосы менде каналымда бар. Сіздерге ссылкасын қалдыратын болам описание бөлімінде. Өтіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай. Үстінен посыпка себеміз. Сонымен біздің жаңа жылдық елочка күйіндегі тортымыз дайын. Баршаңызға рахмет. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдызай, сау болыңыздар.